Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен саңырауқұлақ қосылған кілегейде піскен тауық етінің рецептімен бөлісетін боламын. Дайындауға көп уақыт кетпейді, дәмі керемет болып шығатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қызып тұрған табаға сары майды салып, үстіне өсімдік майын құйып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша бір бас үлкен пиязды алып, ірілеп тураймыз. Қызып тұрған майға салып, сарғайып жұмсарғанша қуырамыз. Енді тауық етін жалпақтап турап аламыз. Пияздың үстіне салып, орташа отта жақсылап қуырамыз. Тауық етінің үстіне 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық паприка қосамыз. Жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Сөлі бөліне бастаған кезде 1 тише сарымсақты үкіштен өткізіп қосамыз. Тауық еті қуырылып жатқанда саңырауқұлақтарды алдымен тазалап аламыз. Мен осындай әдіспен тазалап аламын. Тазаланған саңырауқұлақтарды орташа етіп турап шығамыз. Қуырылып жатқан тауық етіне қосып, шамамен 5-6 минут қуырамыз. Саңырауқұлақтар қуырылып болды. Енді үстіне салқын су құйып, 15-20 минут баяу отта бұқтырамыз. Енді кілегейді қосып 3-4 минут қайнатамыз. Осы кезде тамақтың дәмін көріп алсаңыз болады. Тұздылау болғаны қаласаңыз, мен сияқты тағы да жарты шай қасық тұз қосыңыз. Кілегейді көп қайнатуға болмайды, себебі іріп кетуі мүмкін. Мінекей асымыз дайын болды. Мен сияқты көп пияз немесе қалаған ас көбіңізді қосып ұсынсаңыз болады. Ал гарнирге сілтеме жоғарыда. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі тағам түрлерін жіберіп алмау үшін міндетті түрде арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.